Сәлем достар, бүгін осындай құрақтың тігілу жолының ең оңай түрін көрсетіп беремін. Бізге ол үшін осындай матовый деген мата қажет. Мен оның айвори түсін бордовый цветін қолдандым. Мына мен алдыңғы тіккен құрақтарым болады. Ол үшін бізге осындай мата қажет, астына қоятын мата қажет. Енді мен осындай түсті қолдандым бір түсіне. Менің сызғышымның ені 2,80, 3 сантиметр қылып алсаңыздар да болады. Мен осылай оңай сызып алу үшін оңай түрінен пайдаландым. Осылай бәрін сызып аламыз сызғыштың бойымен. Бәрін қиып аламыз. Бұл құрақты ұрлаудың ізімен деп те атайды қазақша. Осылай бәрін қиып шыққаннан кейін матаның ұзындығының бойымен қиып аламыз, яғни енінен емес ұзындығынан. Енді мен осындай ақшты мата қолдандым. Менің матамның ені ұзындығы 23 сантиметр. Осылай қолмен үтіктеп алып, ортасының центрін тауып аламыз. Мен ортасына осындай қиып алған ленталарымды қолдандым. Яғни осылай ортасына да осы ленталардан қолдана беремін. 2-3 сантиметрдей болатындай етіп қиып алдым. Сосын бұрыштарын жаңағы мен үтіктеп алған сызықтарға келтіріп аламыз. Енді бірінші ақ түс қолдандым, одан кейін екінші түсін қолданамын. Үшінші қатарына осы қызыл түстен қолдандым. Төртінші қатарына ақ түс қоямыз, яғни үзбе-үз тігіп кете береміз, яғни аттап кетпейміз, үзбе-үз тіге береміз. Бұл жаңағы ұлудың ізімен деген құрақтың ең оңай түрі. Одан кейін бордовый тұрғаннан кейін енді ақ түсін қолданамыз. Қараймыз, енді бордовый тұрса, онда ақ түсті қолданамыз. Енді одан кейінгі түс ақ болғандықтан бордовый түсін қолданамыз. Осылай алдыңғы тіккен лентамызға қарап отырып тігерім. Енді ақ болғандықтан бордовый түсті қолданамыз. Осылай тігіп кете береміз, үзбес. Енді ортасы ақ, бордовый цветті қолданамын, түсті қолданамын. Одан кейінгі түсте солай болғандықтан ақ түсті қолданамын. Осылай үзбес қарап отырып тіксеңіздер, ұлудың ізімен деген құрақ пайда болады. Осылай барлық шеттен жандарында тігіп алғаннан кейін артық астындағы матаны қиып алып тастаймыз. Сол кезде біздің құрағымыздың ені ұзындығы 21 сантиметр болып шығады. 21 сантиметр шықты, мінекей. Біздің алдағы уақытта каналымда басқа видеоларды көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.